Бүгін біз бір сынып оқушыларына сабақ беріп жатырмыз. Бізде негізі жалпы 40 оқушы бар. Оның 2 оқушысы келмейді және 2 оқушысы инклюзия екен. Бұның өзі бізге қатты қиындық тудырып жатқан жоқ. Себебі біз барынша дайындалдық, тырыстық және осы сабақтарға бір апта бойы дайындалдық. Біздің негізгі мақсатымыз осы оқушыларға жақсы сабақ беріп шығу, және менің негізгі арманым бұл мұғалім болу. Осы дублер күнінде біз барлығын жақсы атқарып жатырмыз деп ойлаймын. Мен ағай апайлармен жұмыс жасадым, электронный тақталармен.